Үш аю. Ертеде бір кішкентай қыз болыпты. Бірде ол орманға барып, адасып кетеді. Қайтар жолды іздеп жүріп, қалың ағаштар арасындағы ескі үйге кезігеді. Есігі ашық тұр. Қыз ішке кіреді. Бөлмеде ешкім көрінбейді. Бұл үйде 3 аю тұратын. Ең үлкені әкесі Михаил Иваныч. Одан кейінгісі шешесі Настасья Петровна. Және олардың баласы кішкене қонжық. Үшеуі бұл кезде орман аралап серуендеп кеткен. Бөлме ортасында үлкен ағаш үстел мен 3 орындық тұр. Үстел үстінде ас қойылған 3 ыдыс қойылыпты. Олардың біріншісі үлкен табақ, екіншісі орташа табақ, үшіншісі кішкене көк табақ. Әр ыдыстың қасында қасық жатыр. Қыз ең үлкен қасықты алып, үлкен ыдыстағы тағамның дәмін татады. Астың дәмі ұнамайды. Содан кейін орташа қасықпен екіншісін, кішкене қасықпен үшіншісін көреді. Бәрінен де оған көк табақтағы ас ұнайды. Қыздың қарны аш еді. Енді ол отырып, тамақтану үшін өзіне орындық таңдайды. Ең үлкен орындық Михаил Иванычтікі, одан кішірегі Настасья Петровнаныкі, ал үшіншісі қонжықтікі. Кішкентай қыз ең үлкен орындыққа шығып, одан құлап түседі. Ортаншысына отырып еді, ыңғайсыз көрінді. Көңілінен шыққан тек 3-ші орындық болды. Қыз қонжықтың орындығына отырып, көк табақтағы тамақты ішіп алады. Қарны тойған ол кішкентай орындықты ары-бері тербетіп ойнайды. Ақырында ол сынып, өзі жерге құлайды. Қолымен қонжықтың қасығын қағып жібереді. Қасық ұшып барып, бұрышта тұрған сандықтың астына кіріп кетеді. Қыз орнынан тұрып, келесі бөлмеге барады. Бұл жерде 3 төсек бар екен. Ең үлкені Михаил Иванычтікі, ортаншысы Настасья Петровнаныкі, ал үшіншісі қонжықтікі. Қыз ең үлкен төсекке шығады. Бұл оған тым үлкен болады. Одан түсіп, ортаншысына жатады. Ол биік көрінеді. Ыңғайлы болғаны 3-ші төсек. Қатты шаршаған қыз осы төсекке жатып, тәтті ұйқыға кетеді. Орманды аралап, шаршаған әрі қарындары ашқан аюлар үйіне оралған еді. Ішке кірген олар алдымен тамақтанбақшы болады. Ең үлкен аю өз табағына қарап, жуан даусымен: «Менің тамағыма тиіскен кім?» деп ақырады. Настасья Петровна да ыдысына қарап: «Менің табағымды орнынан қозғалтқан кім?» дейді ашуланып. Кішкене қонжық жіңішке даусымен: «Менің тамағымды мүлдем ішіп қойыпты» дейді көк табақты қолына алып. Үлкен аю енді үлкен қасығын ұстап: «Менің қасығыма тиіскен кім?» деп ақырады. «Менің қасығымды орнынан қозғалтқан кім?» дейді Настасья Петровна. Қонжық жіңішке даусымен: «Менің қасығым жоқ» дейді жан-жағына қарап. Михаил Иваныч: «Кім менің орындығымды қозғалтқан?» дейді зор даусымен. Настасья Петровна болса: «Менің орындығыма отырған кім?» дейді налып. Үлкен аюға қарағанда оның даусы жұмсақ шықты. «Менің орындығымды біреу тіпті сындырып тастапты» деді қонжық жыламсырап. Аюлар ішкі бөлмеге кіреді. «Менің төсегіме жатқан кім?» дейді Михаил Иваныч ақырып. «Менің төсегіме шыққан кім?» дейді Настасья Петровна басын шайқап. «Ой, менің төсегімде біреу жатыр» дейді қонжық таң қалып. 3 аю қонжықтың төсегіне жақындайды. Маужырап, ұйықтап жатқан кішкентай қызды көреді де, үшеуі жамырап: «Қара мұны!»
ұстаңдар, ұстаңдар, ұста оны!» деп айқайға басады. У-шудан оянып кеткен қыз жанында тұрған 3 аюды көреді. Қатты қорыққан ол ашық тұрған терезеден жерге секіріп түседі. Алды артына қарамай қаша жөнеледі. Қызды ұстай алмаған Михаил Иванович, Настасья Петровна мен Қоншық үшеуі аңырайған күйі тұрып қалады.